Психикалық босану. Жұлдыз құрттың ойран дегені көбелекке мейрам келгені дейді Дитчер Бах. Соңғы кезде әйелдерден қазіргі еркекті кездестіру мүмкін емес. Олар басқа жаққа ауып кеткен деген сөзді жиі естуге болады. Иә, ащы да болса ақиқатты айтып отырғанын мойындаған жөн. Шынында нағыз еркектің қасиеттері күш қайраты, қайырымдылықты, ерік жігерді, кең пейілділікті, жасампаздық пен жолы болғыштықты әсіресе бір жігіттің бойынан таба қою біршама қиын. Мұның себебі неде? Міне осы жерде де тағы да негізгі себеп шамадан артық ана махаббаты, соның салдары жетілмеген психикалық туыттар болып шығады. Бұл құбылысқа анықтама бермес бұрын әуелі өмірден алған мысалдарды келтірейік. Менің қабылдауымда Семен 48 жаста екен, бойы биік, денесі шымыр, әдемі жігіт. Тіпті оның басында проблема бар деп ойламайсың да. Семен бір қарағанда әдеттегідей өмір сүрген, отбасындағы кенже бала еді. Айтпақшы, анасы өзінің махаббатын аямай үйіп төксе, балалар қолдан келгенше ерте үйленіп, немесе тұрмысқа шығып, үйден кетіп қалуға, әлде бір алыс жерге қоныс аударуға тырысады. Егер оның сәті түсіп, орайы келе қалса, оны тағдыр жүгі жеңілдейді онда. Ал енді Семенге үйдің кішісі ретінде ана қамқорлығының бүкіл тегеурініне төзуге тура келді. Оқитын институтын мұның жүрген тұрғанынан көз жазбай бақылап отыру үшін әкесі шешесі таңдады. Ол үйге жақын болды. Жігіт ақылды, шешесінің зор мақтанышы еді. Осының өзі оны баласына бұрынғыдан бетер бойлай матай түсті. Әйтсе де ол қыздармен ортақ тіл табыса алмады. Анасының бет қаратпас ықпалына болса, жас жігіт алдында ауыр тағдыр күтіп тұрғаны айқын аңғарылды. Кез келген пенде сияқты Семенді да жазмыш жақсы көріп, жолын ашқысы келсе де, басқа амал таптаған жоқ. Әр түрлі әдіспен оны анасының езгісінен құтқарып қалуға тырысып бақты. Шешесі ауыр сырқатқа шалдықты. Барлық дәрігерлер оны ажалдан уақытша арашалап қалды. Міне осы жерде тағы да бір қияңқы сұрақ туындайды. Сырқаттың себебін түсінбестен ажалдан арашалап қалу арқылы олар ізгі іс тындырды ма деген. Ал әйел енді өз ауруының жеңілуімен ұлын алысқа аттап бастырмайды. Дәрігерлердің көмегінің салдарынан ахуалы бұрынғыдан да ушыға түсті. Шын мағынасындағы ізгі ниетпен де тозаққа жол тартылады екен кейде. Жазмыс табанды түрде әйелге белгі беруін жалғастыра берді. Әлде ұлыңды еркке босатып жібер, әлде өзің жаһанға жанамға жөнеле бер деген ишараланды. Әйел екінші жолды таңдады. Көп кешікпей бақиға аттанатын түйсінген ол ұлына бір қалыңдық тауып беріп, соған үйленуге иландырды. Бала кез келген жас шамасында шешесіне психикалық тұрғыдан тәуелді болса, анасы оның тірлігі оп-оңай басқара береді. Кейбіреулер бұғаудан бұлқынып шығуға талпынады, бірақ бұл әдетте сәтсіз аяқталады. Көбінесе осының салдарынан сүйіспеншілік пен емес асығыстау бас құрайды, немесе әбден зәрезап қылған қамқорлықтан іргесін аулақ салуды ғана ойлап, басы ауған жаққа кете барады. Әйелі шешесінің көршісі болып шықты, және енесі өлгеннен кейін тап сондай көзқарас ұстанды. Екінші мамасына айналды. Ол әйелінің марқұм шешесіне біртіндеп ұқсап келе жатқан, тіпті сыртқы кейпі, ой-пікірі, сөзіне дейін аумай қалған көріп таңғалды. Бұл отбасындағы қарым-қатынас та тиісті шамадан өрбейді. Олардың арасында алып ұшқан сүйіспеншілік те, алданыш та қылар, бала-шаға да болған жоқ. Мұндай жағдайда жиі орын алатын жайт әйелдің түпсанадағы күйеу баласы сияқты көрінеді, ал бұл әйелін анасы ретінде қабылдайды. Олар ерлі-зайыпты адамдар сияқты энергияларын жұптай алмады. Жұмысында да осыған ұқсас жағдай қалыптасты. Мұның өзінің қамқорлығына алған қалтадағы еркек ретіндегі пайдаланғысы келетін бастық әйел пайда болды. Иә, өзі де қаптаған мамашалар құрсауынан сытылып кете алмады. Алайда жастық жалын
мен табиғи инстинкттерде өз дегенін істеді. Ол бір қызды кездестірді. Екеуі кездесіп жүрді. Жігіттің біртіндеп сезім ояна бастады. Махаббат өзінің қасиетті борышын адал атқарып, аналық сезім қуантты. Бірте-бірте саябырси берді. Ол ақырында жұмыс орнын ауыстырды да бойында жасампаздық жігер тасыды. Басшылық дарыны ашылып, мансабы көкке самғады. Ақырында пісіп жетіліп, өзінің өбектеген мамаша әйелінен ажырасты да, өмірі қызылды жасылды реңктермен құлпырып сала берді. Оның кемелдігін және ересектер тірлігіне даярлығын тексеру үшін жазмыш тағы бір емтихан тосты. Жағдайдың қайталану жайы көрініс берді. Өмір мұндай сынақтарын әлдекімнің әлі де шешілмеген мәселелері ерік бермей, көңіліне күмән жайлаған кезде жібереді. Бұл топ менеджер болып істейтін фирманы басқаратын директор әйел көз қырын салып, басын айналдыра бастады. Жай ахуал тағы қайталанды. Көкжиектен жаңа мамашаның төбесі қалтайып тұрды. Бұл нашар жолды таңдады. Емтихан тапсырудан ат-тонын ала қашты. Фирмадан кетіп жұмыссыз қалды. Бірақ емтихан тапсырылмай қалса, өмір ағымы ақтарылмаған міндеттерін қайта-қайта алдына тоса беретіні белгілі. Бір қателік екіншісін жетелей келеді ғой. Сүйген қызымен қарым-қатынасында түсінбестік пайда болып, екеуінің арасы алыстап кетті. Ол мүлде жұмыс таба алмады, тіпті жүк тасушы болғысы келді, бірақ ондағылар қабылдамай қойды. Еңбек кітапшасында жоғары лауазымды қызмет атқарғаны жазулы тұрғандықтан бұған күдіктене қарады. Тағдыр әбден сынып бақты. Мұның бойын күмән, тіпті қорқыныш сезім жайлады. Тап осындай психикалық күйде аналық энергия оны қайтадан қаусар малай бастады. Осы кезде бір бай әйел жолығып, турасын айтып, мен сені үлдемен бүлдеге орап қоямын, ал сен менікі боласың, деді. Осылай ол алтын торға қамалды. Бірнеше жылдан соң ғана оны бұзып жарып шығуға шамасы жетті. Міне, енді ол неліктен өз басына осындай жай ахуал үйрелене беретін түсінуді қалап маған келіп отыр. Неліктен ол аяқ қолы балғадай ақылды, көрікті, атпал азамат өз жөнін еш таба алмайды. Қарахан басын жарылғап, бақуатты отбасын құра алмады. Оған не болғаны маған түсінікті. 48 жыл өмір сүре тұра, ол психикалық тұрғыдан әлі тумаған шарана еді. Мұндайлар шын мәнінде толып жүр. Баланың екінші рет психикалық туыты одан әрі өмір сүруі үшін өте маңызды, және ол болмай қалса, оның басына түсініксіз оқиғалар өтеді. Психикалық туыт дегеніміз шеше ықпалынан шығу үрдісі. Бұл адамның психикасындағы, ойын санасындағы сатылы кезең. Ол психикалық пісіп жетілуі барысында жүзеге асады. Тағы бір анықтама берейін. Психикалық туыт адамның ата-ана тарапынан үйретілетін психологиялық қамқорлық құрсауынан шығып, дербес өзіне өзі сенетін тұлға ретінде қалыптасуы. Әртүрлі адамдар бұл үрдісті әртүрлі кезеңге өткізеді. Мысалы, бозбала дербес өмірге ерте араласып, әке шешесін тәуелсіз күн кеше, онда психикалық туыт ерте болады. Ал көбінесе соңғы кезде ата-аналар өз баласын зейнетке шыққанша өбектейтіні жиі ұшырасады. Сөйтіп әлгі бала психикалық жағынан әлі тумаған шала жансар күйінде қалады. Психологияда да, сексологияда интимофобияны да пісіп жетілмеген, отбасын құруды қаламайтын адамдардың жан күйін зерттейтін тұтас бір сала бар. Мұнда еркектер әйелдермен жиі араласады, әсіресе жыныстық қатынасты тартынбай жасай береді. Олар тамаша көңілдес, әйелдің көңілін аулайтын, жүрегін баурайтын, сезімі сергек жан болуы да мүмкін. Бірақ отбасын құру үшін олар үшін өте қиын шаруа, күрделі міндет.
Егерде ішімдікке салынып кетпесе, олар 50 жасқа толғаннан кейін, әсіресе анасынан қол үзіп шыға алса немесе шешесі өліп қалса, үйленуге тырысып көрінеді. Кейде олар әйелдің шешесінің немесе төңірегіндегілердің ықпалымен үйленеді. Бірақ мұндайларға отбасы жасампаздықтың алаңы емес, керісінше қажеттілік немесе тіпті мойынға түскен бұғалық іспетті көрінеді. Бұған амалсыз төзеді немесе төзе алмайды. Әйелден әйел ауыстыра береді. Интимофобия әлде психикалық туыт енді жаһандық проблемаға айналады. Еркектердің 30% осындай психикалық дертке ұшыраған. Бұл күйеуге шығып толыққанды отбасын құрғысы келетін жалғызбасты әйелдердің жағдайын қиындата түседі. 30% дегеніміз осы бір ауыр дерттің белгілері айқын көрінгендер, ал жалпы психикалық тұрғыдан шала туғандар саны 60% шамасында. Қазір нағызғы еркектер жоқ дейтін әйелдердің сөзінің жаны бар. Тек олар осы ахуалдың басты себепкері өздері екенін мүлде түсінбейді. Психологтар ондай адамды бір тұрпаттына қарай әлде қашан түрге жіктеп де қойды. Біреулер қызық көрінуі мүмкін, сол жіктемені келтіре кетейін. Ең үлкен топ мәңгі іздеушілер. Олар өмір бойы әйел, ұнамды іс, ақша іздеп өтеді, үнемі әлде бір мақсатты алға қояды, соған жете алмайды, өмір жолын айқындауға еш шамасы жетпей, әбігерге түсе береді. Мұндай адамға бардың бағасын біліп, қолға түскен несібені жаратуда қиын. Демек, ол әйел затының, тіпті мына өмірдің де қадірін бағамдай алмайды. Мәңгі жаралы дейді. Бұрындары осы әйел әлде тіпті мектептегі құрбы қызы өкпелеткен, содан әлгі өкпе реніші анасы бұрмалаған, мұның психикасына өшпестей із қалдырған. Сондықтан ол осы көңіл ауанымен өмірден серігін іздеп, бүкіл әйел затына бір бояуды жағып өтеді. Әдетте мұндай жер табандаған өремен бақуатты отбасын құру өте қиын. Сондай-ақ мәңгі бозбала, Дон Жуан, тырық теке, үйленген интимофоб, жасырын қан және тағы басқа топтар деп аталады. Аттарын өзі-ақ адамға мінездеме беріп тұр ғой. Негізінде мұның бәрі мамандарға соншалық маңызды әрі қызықты болып саналмайды. Әйтсе де психикалық жағынан тумаған адамдардың тек саны ғана көп емес, түр-тұрпаты да алуан екенін түсінуге мүмкіндік береді. Бұл тақырыптың тереңіне бойлап ізденгісі келетіндер арнаулы әдебиетті оқып тоқи алады. Ал психикалық туытқа байланысты қыруар мәселенің шешімін тауып, түйінін тарқатуға осы кітапты материалдың өзі-ақ жеткілікті. Өбекте жақсы көрген аналары бар, күш жігерін жұмсағандықтан мұндай еркектердің көпшілігі жоғары білімді болып келеді. Шешесі балаға білімнің ауыр жүгін арқалатып, әрқилы үйірмелерге, секцияларға қатыстырып, нағыз еркек тәрбиелеп шығуға тырысады, бірақ артық қыламын деп тыртық қылады. Жұмысқа, мансапқа көп уақыт арнауға мүмкіндіктері мол болғандықтан олар тәуір қызмет лауазымдарына иеленеді. Интимофобты психикалық тұрғыдан әлі тумаған адамды парламенттен де, үкімет құрамынан да кездестіруге болады. Ол шығармашылық және ғылыми ортада да толып жүр. МГУ-дің профессоры Полежаев Нобель сыйлығының лауреаттарының 80% интимофобтар дейді. Яғни бұлар тұрмыстарын жарасым таппай, барша ғұмырын сүйіктісі ісіне арнаған жандар. Оларға шығармашылық жұмыс, мансап, саясат, ақша кез келген әйелден артық. Отбасын құруға зауқы соқпайды. Ондай адамдар үйреншікті себептер жиынтығымен: мен балаларды жақсы көрмеймін, әйелдер жымысқы ғой, ол әйел тым ақылды, немесе керісінше ақымақ, біздің мүддеміз үйлеспейді, біздің ортақ нәрселеріміз көп, қызық емес, мен өз жұртымды іздеп жүрмін.
әйелдерсіз де өмір қызық қой, тағы сол сияқты деп түсіндіреді. Шамадан артық ана махаббаты салған психикалық жарақат жыныстық қатынас қабілетіне де жиі кері әсерін тигізеді. Бұл еркектің әйелдермен ұзақ немесе түрлі түсті қарым-қатынас жасаудан қашқақтауына да себепші болуы әбден мүмкін. Психикалық тұрғыдан әлі жаралмаған адам кез келген жаста ақылға қонымсыз қылыққа бейім тұрады. Психикалық жағынан әлгі психикалық пациент те аталатын жерде анасының жатырында жатқандықтан қоршаған дүниені соның сезіммен, менталитетімен ғана түйсінгендіктен оған дұрыс батыл шешім қабылдау да қиын. Ал бұл көбінесе өзінің дүние жөніндегі жеке өзіндік түсінігіне қарама қайшы шығып, оны психикалық күйзеліске, ішімдікке, есірткіге душар ететін немесе жай әншейін өзге адамдармен арақатынастарын қиындата түсетін күрделі жағдаятқа алып келді. Әлбетте мұндай жағдайда өмірде өз жолын тауып еркек болып қалуын қиындайды. Олар әйелдермен етене сенімді байланыс орнатудан тайсақтайды, жауапкершіліктен қорқады. Әйелдердің аузынан қазір еркектер жоқ деген сөзді естіген шақта, шынымен төңіректегі еркектердің 60% психикалық тұрғыдан әлі тумаған шараналар. Бұл құрметті әйелдер, оларды кім тәрбиеледі? Кім өзінің ақыл-тегіл махаббатына батырып, оларды тұншықтырған? Өле-өлгенше, тәні жерге кіргенше өз балаларын жанынан ұзатқысы келмейтіндер кім деп сұрағың келеді. Интимфобияның ақырғы жағдайы сексопатологияға барып тіркеледі. Мәселен, мизогиншілер деп аталатындар әйелдерден ат-тондарын ала қашады. Олар еркек қауымның 3%-ын құрайды. Ал тұтастай алғанда, ол өте көп мөлшерде, жер бетінде 100 миллиондай еркек. Олар қоғамнан оқшауланған кәсіп түрлерін таңдайды. Алыс сапарларға аттанады. Олар анда-санда жыныстық қатынас жасайды, бірақ онысы өте қысқа әрі еш сезімсіз болады. Рухани жағына жоламай тек тән тоятын қанағаттандыру үшін негізінен бейтаныс әйелмен зауықтасады. Егер де осы қылықтың бастапқы себебін іздестіретін болсақ, міндетті түрде шешесінің балаға қате қарым-қатынас қалыптастыру дерегіне барып тірелеміз. Көбінесе мұнда еркектер шамамен 60%-ын жалғызбасты аналар өсіреді. Жалғызбасты әйелдер жалпы тұрлаусыз ұшқалақ келеді. Үйде оның мінезін бәсеңдетіп, сабасына түсіретін еркек заты жоқ, сондықтан бәрі баланың психикасына ауысады. Қалай айтқанда да жалғызбасты ана, белгілі бір кемістігі бар әйел, сол себептен ол жалғыз қалады. Моральдық және әлеуметтік жағынан ол әдетте кемсітушілік көрген жоқ. Осы кемістіктерді сырт көзге байқалуы мүмкін, бірақ түп санасын бәрібір түрткілеп, бала психикасына кері әсер етеді. Шешесінің ықпалы сағыздай созылып, ал баланың жаны өз жолымен жүріп қалса, жазмыш шешімтал шараларды қолға алуға мәжбүр болады. Көбінесе ана атаулыны мына өмірден ертерек алып кететін себебі, олар балаларын ешқашан еркіне жібермейді. Өз бетінше өмір сүрулеріне кедергі жасаудан қайтпайды. Тіпті орнеге аттанып кеткенде де ана шірік ардақ тұтқан перзентінен айырылмайды. Ол көп кешікпей, оны өзімен бірге ала кететін оқиғалар талай ұшырасты. Немесе мәселе басқаша шешіледі. Ол баласын аналық сезімі аумайтын басқа бір әйелге табыстайды. Осылайша ол көзге көрінбей, ұлының қасында жүргенде әсер қалдырады. Сол кезде олар әлгінде нақты мысалмен сипаттап жазғанында есейген ересек баланы өз бетінше өмір сүріп, дермес тұрмыс құрудан қақпалай береді. Бұл мәселе біз еркектің тағдырын мысалға алу арқылы қарастырдық. Себебі еркектер мұндай жай ахуалға әлдеқайда жиі ұшырайды. Дәлірегі бұған Эдип кемістігі салқын тигізеді, бірақ психикалық жағынан әлгі жаралмаған әйелдерді көп кездестіруге болады. Осы жерде тілге тиек ететін нәрсеміздің
әйелдер қауымына да қатысы бар. Психологиялық тұрғыдан туу үшін адамның өзі де бір амалын істеген жөн. Енді ол көп нәрсе өзі түсінуіне де, түсініп қана қоймай өзіне көмектесуі де керек қой. Міне мыналар. Адамның психикалық тұрғыдан туып, жарасымды дүниеге есік ашуының бірнеше кілті. Психологиялық туытқа және шапшаң есеюге қатынасты бірінші кілт қалыптасқан жай ахуалдың себептерін мейлінше терең әрі қалтқысыз ұғынудан тұрады. Өткен өмірге, бүгіннің мінберіне, яғни өзінің шалалығыңды мойындау тұрғысынан қараған жөн. Өзіңе адал әрі дәйекті көзбен қарап, өзінің психикалық тұрғыдан әлгі дүниеге келмегеніңді мойындай білуің керек. Өзіңе адал бол, алдау сыртпа, бұл оңай емес, бірақ онсыз жай ахуалды қаз қалпында түсіну, демек өзгерту мүмкін болмайды. Бұл жерде ешкімді кінәламау, ешкімге өкпе реніш артпау және жоғалтқан мүмкіндіктер жөнінде өкінбеу керек. Анаңды кінәламаудың және оған өкпелемеудің маңызы өте зор. Ол өзіне біткен ой санаға сүйеніп, бәрін ізгі ниетпен жасады. Ана деген қасиетті ұғым. Ол өмір сыйлайды, тіршілік нәрін береді. Ал оған ренжу ахуалды асқындырып, психикалық туытты қиындатып жібереді. Реніш энергиясы арқылы ана ұлын одан әрі өзінің психикалық көрпесімен қамтып қаусыра береді. Айтпақшы, бұл аналардың психикалық жабыны. Оларға өкпе реніш бар екендігінің бір көрсеткіші. Өкпе реніш адамның туған шешесімен қарым қатынасындағы көптеген түйінді мәселені шеше алмаған, я жалпы алғанда рухани жағынан толықтай ашылмаған айғақтайды. Ал өкпе реніштің өзі шешенің баланы тырп еткізбей ұстауына мүмкіндік беретін тізгін ғана. Екінші кілт әкеге көзқарасты өзгерту, сол арқылы оның қуаты өзіңе келуіне жол ашу. Бұл да еркектік бастауды қалпына келтіріп, оны дамыта түсуге түрткі салады. Әдетте психикалық тұрғыдан әлі тумаған балаларды да нақ осы еркектік қуат, әкенің энергиясы бәсең болады. Балалардың өмірінде әкенің рөлі, әсіресе ол отбасынан кетіп қалса, немесе ішімдікке салынса, жете бағаланбайтынын жиі көреміз. Бірақ психикалық туыт мәселесін шешудің маңызға кілті нақ осы жерде жасырынып жатыр. Өйткені көбінесе ерлі-зайыптылардың ара қатынасындағы араздықтың бастауы отбасы ыдырауының себепшісі бола алады. Шешесі бірінші орынға баланы қояды да, сол арқылы құндылықтар жүйесін бұзады. Осының бәрін ұғынып, қай жерде жүргеніне қарамастан, тіпті ол өліп қалса да, баласының әкесімен жаңаша қарым-қатынас орнату өте маңызды. Бұл кезде әке рөлін мойындатып, оның жанын тереңірек түсіну, адам өміріндегі бетбұрысты сәт болары кәміл. Мұндай түсініктеме жету көп әйелге де өте пайдалы болар еді. Нақ осы күйеумен ара қатынастың ретке келтіруде, жалғыздықтан құтылудың, тұтас алғанда еркектермен жарасымды қарым-қатынас орнатудың, бақытты отбасын құрудың кілті жатады. Әкемен қарым-қатынасын түзеудің еркектерден гөрі әйелге пайдасы мол. Менің практикамда әке рөлін бұрынғыдан да жете ұғынудың, әйел өмірін түбірінен өзгерткен жағдайлары көп ұшырасты. Бірде психологиялық тұрғыдан әлі тумаған еркекпен, ал оның жасы 50-де еді. Әңгімелесе отырып, әкесінің фотосуреті бар жоғын сұрады. Ол жоқ екенін айтты. Ажырасқан шақта шешесі әкесінің бүлкіл фотоларын лақтырып тастапты, ал өзі оны ұмытып қалған. Мен бәлкім оның әлдебір затты қалып қойған шығар дедім. Сонда ол әкесінің айнасы қалған. Оны маңдайдан ала келгенін еске түсірді. Мен оған, сіз әкеңізбен сол айна арқылы тілдесіңіз, жарық дүниеге келгеніңіз үшін оған алғыс білдіріп, содан соң ерекше сөйлесіп, анаңызға қатысты өз міндетін орындай алмаған, ұлын оның тәрбиесіне бере салған, мұның ұлға оңай тимеген, шешесі оның өзінің психикалық
психологиялық жатырында осы 50 жыл бойы ұстаған, соның салдарынан ол өзі өмір сүре алмағанын айтыңыз. Міне, енді қайта туыңызға әкеңіз көмектессін дедім. Осы сөздерді айтып, ауыз жиып үлгіргенше таңғажайып сезім пайда болды. Түсіністік үні мен әкеге ризашылық сезімі тербетіп тұрғандай көрінді. Туыт үрдісі басталды. Ақырында ұлға әке энергиясы алғандай жөнелді. Үшінші кілт. Ересек кезеңге белсене араласу. Бұл үшін көбінесе әке-шешеден бүтіндей ірге ажырату, яғни алысқа кетіп, олармен байланысты бәсеңдету. Кез келген мәселеде дербестікке жету, еркекті, әйелді елеп, олардың қасиеттерін бағамдау, оларды ересектік мінез құлықты үйрену, өз қасиеттеріндегі тепе-теңдікке келтірудің пайдасы мол. Жеке тұлға қасиеттерінің жарасылымдығы пісіп жетілген кемел адамның нышаны. Бұған жетуге әр алуан психологиялық жаттығулар мен медитациялар. Ең бастысы, көп адаммен ашық араласу, құраласу, туристік саяхаттар мен басқа да ұжымдық іс-шараларға қатысты жақсы жәрдемдеседі. Төртінші кілт. Өзінің бүкіл тәннің вибрациясын арттыру. Бұған физикалық денені, ой-сананы және сезімдер арнасын түзету, рухани даму, өзін және өмірдегі жолын өзі түсіну, ізгі істер, ойлар мен сезімдер өзіне, адамдарға, жаратушыға сүйіспеншілік арқылы жетеді. Осының бәрі өзін асқақтатып, үні әлде қайда төмен, ана энергиясының ықпалына шығып кетуіне мүмкіндік береді. Негізінде, осында сипаттай жазған нәрселерді кез келген адам ұғынып, жүзеге асыра береді. Бұдан да дербес, әрі бақуаттылау өмірге барар жолға тек жалқаулық қана кесек көлденең жатып алуы мүмкін. Еркектің психикалық туытына қасындағы әйел көп көмек көрсетеді. Өзімнің кітаптарымда, сөйлеген сөздерімде, семинарларда әйелдерді өз күйеулерін тууға үнемдейді. Сонда мен оның нақ осы психикалық туытына көмектесулері керектігін мегзеймін. Соңғы кезде бұл нағыз өмірлік өзекті мәселеге айналды. Әйтпесе адамзат қауымы өркениет өрісіне әйел қылықты еркек пен еркек құлықты әйелмен баруы мүмкін. Еркек қалай туады? Еркектің қасында таза әйелдік қасиеттер көрсету керек. Оның еркектік қасиеттеріне ұдайы назар аударып, жалпы өз бойындағы еркек атаулы құрмет сезімін дамытқан жөн. Сұңғыла әрі биязы болу, өзінің қалайтынын әйелге, еркектің жүрегін қалайтын әйелге ауадай қажет. Кілт міне осы. Бұл кітапта баяндалған ілімдер көңіл қалаған әркімді бақытты өмірге жеткізер кілтті тауып алуына мүмкіндік берері қақ. Тіпті 60 жастан асып кетсе де, өз бойында оған деген шамадан артық аналық сезімі барын аңғарған әйел не істеу керек? Мұндай қадамдарды да кілт деп айтайық. Бұл шынында да шынайы түрде жақсы көріп, есі сүйген аналарға арналған кітап. Бірінші кілт. Анығын айтсақ, балаға бағышталған осынау сезімдерде махаббат аздау болады. Өзіндік, онда өзімшілдік, өзінің кәрлік кезеңімен қамтамасыз ету ниеті, орындалмай қалған армандарын жүзеге асыруға талпыныс, баланы бақытты етуге зәрулік, әрине өзінің түсінігіне орай пен түгелдей меншіктеу пиғылы бар. Өзінің аналық сезімі туралы шынайы әрі турасын айтудың өзі жартылай, ал кейде толықтай табысқа жету. Осы қақында балаға да жиі айтқан жөн. Екінші кілт. Осы аналық сезім негізінде бұған дейін қандай қиындықтар туындаған, немесе болашақта қандай проблемалар болуы мүмкін екенін дәйекті түрде көре білу қажет. Шынайы махаббат ешкімге және ешқашанда қиындықтар мен азапты ауыртпалықтар алып келмейтін ұғынған жөн. Мөлдір махаббат мейлі шабағы алтын болса да ешкімді торға тықпайды, керісінше еркіндік береді. Ол тек қуанышқа кенелтеді. Ал егер онда кесел, өкініш, уайым, нала, азап кезіксе, онда мұндай махаббатта бір нәрсе үйленіспегені.
Тек бақытты ата-аналар мен балаларын бақытқа бөле алмайтын, әрдайым есте ұстаған абзал. Қалыптасқан ахуалды дәйекті түрде көріп, оны шешу жолдарын белгілеу екінші кілт. Үшінші кілт. Балалар мына өмірге әке шешесінің емес, өздерінің міндеттерін орындауға келген дербес жандар екенін, және олар ата-ана алдында ешқандай міндетті еместігін ұғыну. Өз ұрпағын жалғастырып, өз қарттық шақтарын қамсыздандыру үшін ата-ананың өмірге алып келеді ғой. Олардың барлық балалық шағын еске алыңыздар. Балалар бізге көл көсір қуаныш сыйлайды ғой. Ал егер қуаныштан басқа жайлы жағдай орын алса, оны балалар емес, ата-аналар жасап қойды. Иә, олар қажет еткен махаббат кеңістігін жасай алмаса, соның салдарынан көптеген проблема туындайды. Осындай түсінікке арқа сүйей отырып, ұлыңызды немесе қызыңызды босатып, өмірге сүйген адамына еркін жіберіңіз. Олардың тірлігіне кесіріңіз тимесін. Ақылға жүгініп, толық бостандық беріңіз. Ал егер балалар бөлек тұрса, оларды өзіңіздің ұстазыңыз, жазмыш сіздің орындалмаған міндеттеріңізді көрсетіп беретін айнаңыз сияқты қабылдаңыз. Я балаларға үйретпеңіз, олардан үйреніңіз. Төртінші кілт. Құндылықтар жүйені қайта қараңыз. Бәлкім онда жаңылсу бар шығар. Мына дүниедегі ең басты құндылық өзіңіз және жұбайыңыз екен. Бұл бастаулардың бастауы. Сіздің ғаламыңыздың кіндігі болып табылатын естен шығармаңыз. Екінші орында сіздің қарым-қатынастарыңыз, сонда дүниеге келетін махаббат кеңістігі тұрады. Ал егер сіз жалғызбасты әйел болсаңыз, өзіңізге және еркек атаулыға сүйіспеншілігіңіз арқылы махаббат кеңістігін жасап алыңыз. Сонда күйеуіңізге де қайтып оралады. Бұлар тек үшінші орынды иеленеді. Жақында емес, алыста емес. Бұл құндылықтарды өз санасына, өз тірлігіне осындай жүйелікпен орнықтырыңыз. Онда сіз кәдуілгі құрметті өз өміріңізді және балаларыңыздың тіршілік тынысындағы таңғажайып жаңаруды тотыдай түрлене түлеуді көресіз. Өзіңізді, денсаулығыңызды күтіп баптаумен, еркектермен қарым-қатынастарыңызды жақсартумен шұғылданыңыз. Әрдайым есте сақтаңыз. Балаға тек өзіңізде бар нәрсе ғана қонады. Ата-ана неғұрлым көбірек бақытқа кенелсе, балалары да соғұрлым бақытқа ие бола түседі. Иә, осындай жолмен балаларыңызға көмектесуге талпыныңыз. Бұл ең тәуір көмек. Ұлыңызға еркек ретінде қараныңыз. Оның бойындағы еркекті қасиеттерге айрықша назар аударып, нығайта беріңіз. Кейде мен аналарға, сіздің үйде бөгде еркек өмір сүрмейді. Еркек өмір сүреді деп ойлап көріңізші. Шындығында да тап солай ғой. Мінез құлқыңызды осы ой елесіне орай түзіңіз. Сәйкесті түрде киініп, онымен байыпты сөйлесіңіз. Мейлі ол өзіне сіздің шеше емес, әйел заты ретінде қарайтыныңызды сезінсін. Бұл оны дұрыс тәрбиелеу үшін өте маңызды. Ол тағы қайтадан тәрбие алуы мүмкін. Сыныптас қыздары мен ауылдағы құрбылары ондай ақылға жетіп, шынайы еркектік қасиеттерін дарыта алмайды ғой. Міне, аналарға, жалпы әйелдерге осындай қарапайым да бәріне ұғынықты ақыл кеңестер беруге болады. Шынында да бәрі жай ғана оңай, өте оңай нәрселер. Әрі ештеңені күрделендіріп жатудың қажеті жоқ. Жай ғана осы мәселелерді шешу қамымен күн сайын алға жылжи беру керек. Сонда сіз көп ұзамай өміріңіздегі жағымды өзгерістерді сезіне бастайсыз. Егер әйел өзінің жан дүниесін тыңдаса, психикалық туытын сезінер еді. Олар әртүрлі көрінеді. Бұл өмірдегі әлдебір айқын сәт немесе әлдебір қандай оқиға болуы мүмкін. Содан соң өзіне үзілді кесілді, жа болды енді. Ұлым, қызым дербес адам дей алады. Немесе әлгі үдіріс ұзақта елеусіз өте шығып, кенет баланың дербестік дерегін байқап қалады. Бұл оның әке шешесінің ығынан үйінен кетіп қалуына байланысты болуы мүмкін. Ал кейде
үйінен кетпей ата-анасымен бірге тұрып жатса, бұл енді ешкімге тәуелсіз болып шыға келеді. Бір әйел өз қызының психикалық тұрғыдан туу үрдісін тәнімен сезінеді. Қызының 12 жаста толған тума күнінде, тура ол дүниеге келген сағатта, әрі тап сол минутта әйелдің етек келе бастайды. Ал бұның алдында да едәуір кідіріс болып, организмді құдды осы сәтті күткен сыңайлы. Содан соң тағы да бір өзгеріс, қызы өзінен алыстап кететін, бой жетіп есейген түсіну сезімі пайда болады. Әдетте психикалық туытты бастан өткіргендер баланың дербес, өз бетінше өмір сүруге шыққан сәтін ұмытпайды. Осы мәселені тереңірек түсіну үшін өмірден алынған тағы бір неше мысалды қарастыруды ұсынамын. Игорь 56 жаста, Мәскеуде тұрады. Түбегейлі психологиялық туыты 56 жасында бізбен әңгімелесу барысында болды. Мұндай өзгеріс кейде табан астында өтеді. Бұл кезде жаңа туған, жанның ғана емес, оған жәрдемдескен адамның бойында да таңғажайып сезім туындайды. Отбасында 2 жігіт өмір сүреді. Үлкені мектеп бітіргеннен кейін бойда шешесінің қамқорлық құрсауынан сытылып шығуға тырысады. Институтқа түсіп, жатақханаға орналасады. Содан соң тез үйленіп, әке-шешесімен байланысын үзуге тырысады. Бірақ шеше қыспағы бәрібір оның тағдырына да салқын тигізеді. Ол әлі күнге шейін перзент сүйе алмай жүр. Мен бұрын алапат ана энергиясы бала туғызу функциясын бөгіп тастайтынын айтқан едім. Медицина өкінішке орай мұндай өзара байланыс жөнінде ештеңе білмейді. Әйтсе де әлгіндей себептерді жоя отырып, көп адамзаттың перзент сүюіне жәрдемдесуге болады. Мұны тәжірибе растап жүр. Кіші ұлға тым қиындау соқты. Ағасы отбасынан кетіп қалған соң, бүкіл аналық сезім бұған ағылып төгілді. Жатақханаға кетіп қалуына рұқсат бермегендіктен, әке-шешесімен бірге тұрып, институтта оқи берді. Әлбетте қыздармен еш байланысы болмады. Аналық сезім энергиясын ешкім аттап өте алмады. Есесіне ол ұдайы бақылауда жүрді. Әке-шешесі де алаңсыз бейғам күн кешті. Мұнда да оқиғалар дамуының классикалық нұсқасы қылаң берді. Игорь отбасының кенжесі, ал кенже бала көп жағдайда сүйіспеншілік пен көңіл молдау бөлінеді. Ата-ана балаларын теңдей қарауға қалай тырысса да, кенжесіне бәрібір көбірек бұйырады. Басқа жағдайлар болуы да мүмкін, бірақ ол тек қағиданы қуаттай түседі. Егерде ең сүйікті кенжесі ұл бала болса, жай ахуал тіптен ушығуға түсті. Одан әрі бәрі әдетте тап осы оқиғадай өрбіді. Институтты бітірген соң ол еңбек бөлінісі бойынша алысқа кетуге сұранады. Бірақ шешесі ол жақта да тыным бермеді. Ұлы туралы ол ұдайы ойлап, жиі хат жазу, телефон шалу арқылы бұның әр қадамын қадағалап отырды. Кәсіби білігін жүзеге асыру әрекетінен ештеңе де шықпады. Ол Мәскеуге қайтып баруға мәжбүр болды. Сөйтіп тағы да шешесінің энергиялық өрісінің құрсауына түсті. Шешесі әрине үйлену қажеті бар, жұрттардікіндей болуға тиісті жөнінде айтудан кенде болмады. Өзінің құрбы әйелдерінің сел басуымен бұған қалыңдықта тауып берді. Әдеттегідей әйел мінез құлқы жағынан шешесінен аумай қалды. Әйелі бірден тізгінді қолына алды. Бұл көнбіс. Келіншектің аузымен айтқанда қолайлы болып шықты. Өйткені анасы сондай негіз жасап қойғанды. Келіншегі фирманың директор, ал күйеуін бухгалтер етіп алды. Сөйтіп Игорь 2 әйелдің өрісіне қалмағандай күй кешті. Бірақ бұл ұзаққа созылған жоқ. Жас әйел енді енесін тысқыра бастады. Көп кешікпей шешесі дүниеден азды. Иә, шешесі бұл ұлының еркектік бастауын бұзып кеткен еді. Оның балалары болмады. Біршама уақыттан соң Игорь басқа әйелмен көңіл жарастырды. Әйелінің баласын уысында ұстап отырғанына сенімділігі соншалық тіпті оңаша алаңдай қойған жоқ. Мейлі, бала ғой, ойнай берсін деп ойлады. Бірақ сүйіспеншілік сезімі күн сайын оттай лаулап өрттей қаулаған Игорь орайы келген сәтте күтпеген жағдай. Әйеліне
ажырасатынын айтып салды. Яғни махаббаттың қуаты ана сезімі энергиясынан үстем шықты. Міне сонда ғана алған бетінен қайтпайтын жігерлі де қайсар келіншек әлгі ажыратушы әйелді зеңбірекпен дамылсыз атқылағандай ауыр соққының астына алды. Ол дуалап 100% кепілдікпен кері қайтарып беремін деп хабарландыру беретіндерді пайдаланды. Содан ажыратушы әйел көпе көріну көктей солып құрып бара жатты. Ал бұрынғы әйелі күйеуін уысынан шығармады. Ол өзінің бухгалтері қалпына қалу үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Бұл өзінің орнына кімді алып келсе, әртүрлі себептермен жарамсыз бола берді. Әйелдің энергия өрісі ешкімді маңына жуытпады. Осындай күйге түсіп жүрген шағында ол жаңа әйелін ертіп маған жолықты. Олардың жағдайындағы ең басты қиындық Игорьдің әкесіне теріс көзқарасы еді. Ол ұдайы сын ескертпе айтып, намысын қорлап баққан екен. Бұл қарым-қатынасты өзгерту оңай емес еді. Бұл үшін ең алдымен неліктен әкесі өзін солай ұстағанын түсініп алу керек болды. Ал себебі қайтадан ата-ана арасындағы қарым-қатынасқа алып келді. Шешесі күйеуінен гөрі баласына көбірек көңіл бөліп, шамадан артық сезімін арнаса, әке бейсаналы түрде қызғанып балаға кәрін төгетіні белгілі. Бала құдды ата-анасының арнасына түскендей күй кешеді деп әкесі түрлі тәсілдер арқылы онымен күресуге кіріседі. Игорь осының бәрін түсінген бойда әкесіне көзқарасын өзгертті де туыттың сәті түсті. Егер психикалық туыт егде тартқан шақта мінез құлық қалыптастырып дүниетаным орнаққан кезде, онда нәтижесі бірден байқала қоймайды. Қайткенде де ананың психикалық жатырында өткізген 10 шақты жыл тіресіп бағады. Сондықтан әлгі адамның өзіне де жақын жуықтарына да төзімдік танытып, титімде жетістіктің өзіне марқайып, ересектік белесіне қарай басқан әр қадамына шаттанып, бағытын жаңылмай алға ұмтыла беруі керек. Осы айтылған мысалда жаңа туған бөбектің жанында сұңғыла әйел жүрді. Ол туыт барысын өте сергек сезініп, жан-жақты жәрдемдесті. Соның арқасында психикалық жағынан жаралу салыстырмалы түрде шапшаң әрі тиімді өтті. Олар тіпті қала сыртынан шағын жер телімін сатып алды да еркек сол жерге үй салумен рахаттан айналысты. Бұл оның пісіп жетілу, кемелдену барысын жеделдете түсті. Тағы бір осыған ұқсас оқиға бар. Онда ұл тек әкесін емес, шешесін қатты жек көру сезімінің жетегінде жүрді. Осы әкесінің ерте өлуіне кінәлі деп есептеді, негізсіз де емес еді. Шынында да алғыр жігерлі әйел үй ішіндегі билікті толықтай қолына алып, іс жүзінде күйеуін отбасылық тірліктен тысқыртып тастады. Бірсыпыра уақыттан соң еркек ішімдікке салынып, көп ұзамай көз жұмды. Содан баласын шешесі еш кешіре алмай қойды. Баласы шешесін еш кешіре алмай қойды. Міне осы өшпенділік оларды көзге көрінбейтін шіптей өмір бойы матап келді. Бұрын айтқанымдай, анасына қатысты кез келген жағымсыз ой мен көрағар сезім ағаны оның балаға ықпалын тек қана күшейте түседі. Ол қаншама аулақ кетуге тырысса да, анасы әрдайым қасынан таяу жерден табыла береді. Ал мұның тірлігіне ұдайы араласы бұрынғыдан бетер қызымырлана түсті. Содан соң психикалық ауытқуларға ұшырап, ұлының қалы мүшкілдене берді. Тіпті егде тартқан жасына және толып жатқан сырқатына қарамастан, әлгі есі ауысып кетсе де өмір сүре берді. Ал ұлының телефонын есіне сақтап алып, әбден ығырын шығара береді. Өмірде осылай жиі болады. Қартайған аурушаң адамдар ұзақ өмір сүреді. Енді олар өздерін естеріне түсіре алмай, және не үшін тірі жүргенін түсіне алмай,
өсімдік тәрізді өсе береді. Бұл бір ғана нәрсені олардың балалары сайып келгенде өз міндеттерін орындау үшін өмір сүргенін аңғартады. Мұндай жағдайда ұлға осыны жете түсініп, анасын біржола кешіру керек еді. Тап осы мәселенің басқа қырларын ашатын тағы бір өмірден алынған мысал келтірейін. Шешесі Николайды жалғыз тәрбиеледі. Ұлы дүниеге келгеннен кейін әке өзінің шешесіне кетті де қайтып оралмады. Себебі анасы оны жібермей қойды. Сол жақта оны үйлендіріп қасына қалдырды. Яғни оның тегінде әкесі жағынан мұндай проблема ұшырасқаны көрініп тұр. Әкесі өзі психикалық тұрғыдан әлі тумаған еді. Енді оның жай күйі ұлына берілді. 9 сыныпта ақ бозбала сыныптас құрбысына ғашық болып көңіл білдірді. Қыз оның сезіміне жайбарақат қарап мәселесін қайтарды. Осыншама сыныпта қайтадан сөз салып тағы тауы шағылды. Тек әскерге аттанып бара жатқанда ғана қыздан хат жазып тұрамын деген уәдесін алды. Нақ сол хаттар арқылы бойжеткен оның мейірімді де момын адам екеніне көз жеткізді. Ол қайтып оралған кезде оған күйеуге шығуға уәде берді. Қыз оны тұла бойынан еркекті қасиет көрмегендіктен елемей келгені түсінікті еді. Бұл одан әрі екеуінің жыныстық қатынастарына да салқын тигізді. Олар бірнеше жыл бойы анасымен бірге тұрды. Бұл да олардың бақуатты отбасын құруына кесірін тигізіп, жас жұбайлардың қарым-қатынасын тым күрделендіріп жіберді. Отбасы да құндылықтардың жосықты жүйесін қалыптастыру керек болып тұрған кезде үй ішінде іс жүзінде еркіндікті болмады. Еркек кіндікті болмады. Сырт көзге бәрі қалыпты өтіп жатқан сияқты көрінді. Бірақ үй ішкі еркектік энергиядан жұрда еді. Әйелі отбасындағы негізі табыскер әрі басты қозғаушы күшке айналды. Бала тәрбиесінде еркек басты рөл ойнаған жоқ, тек бақылаушы орнында жүрді. Кейін онысын талай бетіне басты. Егерде өзінің жай күйін уақытылы ұғып, осындай жағдайларға душар еткен себептерді түсінбегенде, бұл дарынды жігіттің тағдыры әлі де мүшкілдене түсер еді. Мәселенің мәнісін бажайлап, бәрін түсініп алғаннан кейін шешесі көз жұмды да, мұның есейіп жетілу үрдісі жеделдей түсіп, әйелімен және қарым-қатынасымен, балалармен қарым-қатынасы лезде жақсара бастады. Кейде мұндай адамдар өзінің емес, өзгенің өмірін сүріп жүргендерін қаралай сезінеді. Ондай аян қартайған татар дәмді ортайған шақта беріледі. Содан әлгі адам бөгде біреудің ғұмырын кешкен, ал өзінің армандары мен ниеттерін жүзеге аспай әдірам қалған түсінеді. Ал көп пенде өздерінің шын мәнінде әлі тумаған, сондықтан да қиял жетегінде ғұмыр кешкендерін ұғынбастан өмірден өтеді. Өмірде осы секілді мысалдар толып жатыр. Кейде олар айқын көзге шалынады. Ал кезде аналық сезім әсерін байқамай қаласың. Міне психикалық тұрғыдан әлі тумаудың өте елеусіз бір мысалы. Бұл мысалда өз алдыңда психикалық тұрғыдан шала туған еркек отырғанын анықтау қиындығы сөз болады. Мұндай дерек барлық жағынан да мықты көрінетін еркек бетперілердің тасасына жасырынып қалады екен. Оны Валерий деп атайық. Дене біті сомдаған, маңдайы кере қарыз, меңі бар, гүрілдеп сөйлейді. Кеудесін кере ұстап, шығармашылықпен, отбасымен айналысады. Балалары көп. Осының бәрі оның нағыз еркек екенін айтып тұрғандай. Жағын таныса келе, оның басқа өте нәзік, көзге шалына бермейтін, бірақ осы адамның өзге қырларын алдымызға жайып салатын қылықтарының біртіндеп көре бастаймыз. Мен оның өз көзқарасын табанды тіпті тіпсіне қорғайтынын байқадым. Әрі бұнысы ақымақтықтың
шалығы емес еді, ол ақылды адам. Жазмыштан өзіміз жоқ, пәниде бәрі баянсыз екен. Осыған орай ешбір көзқарас соңғы сатыдағы ақырғы ақиқат бола алмайтынын түсінеді. Демек, мұндай үзілді кесілді оның мінез көрсетуі еді. Сол арқылы өзін өзі танысқысы келетін, ал өзін өзі танысқысы келмейтіндердің дені мына өмірде жолы болмағандар. Ішкі жан дүниесінде әлі шешілмеген мәселелер болады. Оның баласы көптігін мақтанышпен әрі жиі айта беретіндері де осыны аңғартады. Еркектердің бала туғызу арқылы өзінің мықтылығын дәлелдеуге тырысатыны көп кездесетін жағдай. Әрине, бұл бала туғызудың бірден-бір себебі емес. Әйтсе де тым жиі ұшырасатын, ал кейде басты себепке айналатын құбылыс екені белгілі. Оның тағы бір баласы 20 жыл бойы айналысып, әлі күнге шейін жүзеге асыра алмай келе жатқан шығармашылық жобасы бар екені мәлім болды. Бұл да оның психикалық тұрғыдан әлі тумаған шарана екенін айғақтайды. Рухани жатырда жатқан адам өмір шындығын шымырхана қабылдайды. Оған көз қарасы бойынша баға жетпес құнды идеяларын іске асыру, кәдеге жарату өте қиын. Жұрттың бәрі олардың пайдалылығы мен данышпандық жемісі екенін көре алмай тұрғандай көрінеді. Еркектердің көбі ұзақ жылдар бойы, тіпті өмір бойы әрқилы жобаларды толғатып жүреді. Олардың әртүрлі инстанцияларға апарып, өз жобаларының аса құндылығын көре алмайтын топас, мейсіз адамдарға өкпелеп, кәрін төгеді. Ал жоба уақыт талабын ескермеген, немесе өміршең емес. Бірақ мұндай авторлар өмірін шындығын дәйекті түрде байыптай алмау, бүкіл өмірін әуре сарсаңмен өткізеді. Мына дүниеде танылмаған данышпандар мысалы көп кездеседі. Әпенділер дүниенің әрін кезеді, бірақ көп ретте әпенділік әлгі алаңғасарды өзіне, әсіресе олардың жақын жуықтарына азап шектіреді. Мұндай адамдардың туытына жәрдемдесу керек. Сонда ғана олар өз қабілеттерін іске асырып, біздің өмірімізге моральды қуаныш пен пайда алып келеді. Өйткені олар өте дарынды жандар ғой. Жалпы алғанда адамдардың барлығы дарынды болады. Тек ата-ана мен қоғам көбінесе соларды талантты балшыққа батырып жібереді. Валериймен әңгімелесу барысында оның шешесі бір беткей адуын әйел болғаны, күйеуін табанына таптап тастағаны мәлім болды. Әйел ұлын өте жақсы көрген, бірақ ол осы отбасына әкесінен гөрі табандылау мінез құлықпен келген еді. Сондықтан ол шешесінің қысымына барынша қарсыласып бақты. Ұдайы шеше билігіне қарсы күресіп тіресу, баланың мінез құлқын ширата шыңдап, өмір маңдайына жауынгер етіп шығарды. Содан ол барлық нәрседен өзінің күшін, өзінің мінез нығайтатынына жол іздеді. Үнемі өзін танытып, дәлелдеуге тырысты. Әкесі шешесінің қысыммен аяқ сүртер шүберекке айналғанын көргендіктен, ол әрқашанда өзінің тәуелсіздігін табанды, тіпті қатал түрде қорғап қалуға ұмтылды. Міне осылай. Өмір табандылығынан уыздай жас, бірақ мық шегедей мығым еркек атанды. Шын мәнінде бұл психологиялық тұрғыдан әлі бозбала еді. Есейген еркек ретінде әлі толық тумаған болатын. Бұл үшін әйел махаббатының анасының энергиясынан босатып, агрессиядан арылатындай, түрлі түбегейлі туып, тағы жаралатындай алапат құштарлықпен танып білуі керек еді. Жазмыш оның жолын ашып, сондай бір бикешке жолықтырды да екеуі үйленді. Бірақ балалық шағынан бойына сіңіп алған жауынгерлік сипаты жігіттің босаңсып, жібіп, өз сүйіспеншілігін айқара ашуына ырық бермейді. Әйел де осынау түртпейді. Еркекке іңкәр сезімін көрсете алмай қиналады. Валерий сонда әйелге өзінің шынайы сүйіспеншілігін
арнап жауынгерлік қасиеттерін емес, мінезінің жұмсақтығын, мейірімділігін, кең пейілділігін көрсету керек еді. Нақ сол кең пейілділік, қарапайымдылық қана еркектің кемеліне келген сипатын негізгі қасиеті саналады. Ал оның санасында ата-ананың ықпалына еркек болмысы жөнінде басқаша түсінік қалыптасқан еді. Әкесінің төменшіктеген қаліне тойып болған ол өзінің отбасында басқаша, барлық мәселеде еркек тек басында тұратын таза патриархалды қарым-қатынас құруға тырысты. Орта ғасырлық еркек қос қағидасына ұмытылыстың ар жағында көбіне өмірде жолы болмаған, әлі тумаған еркектер тұрды. Олар дөрекелігімен, қаталдығымен, тіпті кейде озбырлығымен өзінің баладай дәрменсіздігін жасырғысы келеді. Алайда заманауи әйелдер еркектің деспотизміне төзбейді. Қазір баяғы кез емес. Әйел көптеген құқыларды иеленді. Сондан мұндай отбасылардың бақытқа кенелуіне қоюы некен саяқ болады. Сонымен бір шама уақыт өткен соң Валерийдің әйелі кетіп қалады. Бұл оған күтпеген жайт болды. Ол өзін құрметтеуге лайықты еркек санайтын еді. Тіпті өзінен әйелі кетіп қалады деген ой да басына кірмеген. Осы жайттан кәдімгідей психологиялық жарақат алды. Жазмыштың ырқын жалаң үстірт пайымдаған, оның жағдайында бастан өткен оқиғаның шынайы себептерін байыптау түсіну қиын болды да, бәрібір әйелдер кінәлі деген жаңсақ қорытынды жасады. Ол көкбет, арам әйел және жанашыр әйел болды деп ұйғарды. Содан Валерий әйел ананы іздей бастады. Осылайша өзінің ұзақ қарсыласқан нәрсесіне қайтып оралды. Әйел ананың қайтадан тұтқындарына айналды. Іздеген адам табылды. Ол көрнекі, ақылды еркек қой. Ақыры іздеген, өз белгілеген рөлді атқаруға көнетін әйелді тапты. Бұл отбасында патриархалды қарым-қатынас орнатты. Бірақ аузы күйген үрлеп шедінің кебімен бұрынғы олқылығынан сабақ алып, әйеліне ана ретінде қарай бастады. Оның аналық сезімін мейлінше қолдап, қолпаштап, оны туа беруге мәжбүрледі. 18 жыл ішінде 5 бала тапқызды. Оның мүдде мұраты отбасы ошақ қасының қамымен шектеуге тырысып, өзіне бала-шағасына асыраушының рөлін алды. Солай болуға тиіс сияқты. Ол әйелдік қасиеттен қорыққандықтан, оның аналық сезімге ауыстырғандай әсер қалдырады. Әлде шынымен де тап солай болды ма екен? Әйелін үй шаруасына, бала қамына байлап қойып, дербестігінен айырды. Оның бар күш-жігерін күйеуі мен балаларына жұмсауға бағыттады. Жеке мүмкіндігін жүзе асыруға жол бермеді. Мұндай ұстаным отбасының белгілі бір тұрғылықтан сақтады да, 5 баласын шұбыртып, әйел қайда кетуші еді. Олар 18 жыл өмір сүрді, бірақ Валерий көздеген мұратына бәрібір жете алмады. Бұған дейін де айтқанымдай, ол осы 18 жыл бойы өзінің жобасын жүзеге асыруға тырысып бақты. Бірақ қолынан келмеді. Оның әйелімен әңгімелесу барысында ішінде ерте ме кеш пе әйтеуір түбінде бір сыртқа ақтарылып шығар үрдістің жүріп жатқанын аңғардым. Кез келген адам мынау дүниеге біреудің жолын құрбандыққа шалу үшін емес, мүмкіндігін жүзеге асыру үшін келеді ғой. Мұндай өмір әбден жалықтырып, көңілін қалдырған кезде ол тұйық шеңберден жұлқынып шығады, тіпті бақиғаттанып кетуі де ықтимал. Ондай мысалдарда толып жатыр. Валерийдің әйелімен сөйлескен кезде осы іштей ширығу лебі есіп тұрады. Мұндай шығатын қорытынды біреу ғана. Еркекке өзіне дәйекті түрде қарап, өз проблемаларын түсінуі керек. Ал әйелі даналық қасиетін көрсетіп, оның психикалық туыты үшін жағдай жасағаны жөн. Психикалық жағынан шала туғандар біз ойлағаннан да әлдеқайда көп. Кез келген отбасын алып, шешесі
балаларының өмірінде қандай рөл атқаратын, балалардың сондай-ақ әке-шешенің тағдырлары қалай екенін бажайлап, сонда сіз шамадан артық ана махаббатының аталған нышандарының көбін қиналмай көре аласыз. Шындығында ана махаббаты билеп төстеген отбасылар көбейіп кетті. Мысалы, әйелдердің ұлдарын әскер қатарына қызмет етуден қалай құтқарып алуға тырысатындарын қараңыздар. Қандай қулық сұмдық жасайды дейсің. Шіркін, тіпті өз баласының дене мүшелері мен психикаларын жарымжан қылуға да даяр тұрады. Тек оны әскерге жібермес екен. Аналар армиядағы әлімжеттіктен және балаларының қақтығысы жерлеуге жіберуден қорқады. Шын мәнінде бұл жерде басқа да себептер бар. Көңіл түкпірінде, түйсік қаптарында шешелері де өз ұлдарына билік жүргізе алмай қалудан қорқады. Өйткені олар әскерден еркек болып оралады ғой. Телехабардың бірінде жағымды жаңалық ретінде күйеуін тастап, ұлы әскери борышын өтеп жүрген Шешенстанға барып, мерзімді қызметін бітіргенше сонда тұрған ана жөнінде әңгімеледі. Осы қылығы арқылы баласына бұрынғыдан бетер қауіп төндіріп, қатер үйіріне түскен әлгі әйелде репортажда жүргізуші де білмеді. Егер статистикалық мәліметтерді қолға алар болсақ, онда негізінен әке шешесі арасындағы сүйіспеншілік кері кеткен отбасынан шыққан балалар қаза табатын көретіндігімізге шәк келтірмеймін. Менің жеке зерттеулерім осыны растайды. Мен ондай сынақтаманы талай өткіздім. Маған әскер қатарында қызмет етуге қатысты талайлар мен көмек сұрағандар тура келді. Мен ата-ананың бір-біріне қарым-қатынасын жөндеп, ахуалды дұрыс түсінуге көмектесуге тырыстым. Барлық жағдайды да бәрі тамаша, ойдағыдай өтті. Әрине, маған аналардың өз бастарын құрбан ете отырып, ақ жарма махаббатымен балаларын құтқарып қалған деректерді де белгілі. Тарихта да ондай мысалдар көп. Бірақ мәселенің астарын үңіліп, ал сол балаларды құтқару керек болатындай жағдайды кім алып келеді деген сұрақ қою керек. Сонда ғана біз бәрінен бұрын анасының шамадан артық асып төгілген махаббатымен баланы драмалық, кейде тіпті трагедиялық жағдайға душар еткенін көреміз. Нақ әскер қатарында психикалық тауыт және жақсы жүреді, адам лезде дербес, өз бетінше тірлік істеу қабілетін иеленеді. Егер оған тағы да шешесі кедергі келтірмесе, өзінің ұлы туралы ойлармен, жан пида сезімдермен, ақыл-тегіл хаттармен қабаттаса бермес. Бұл жас жігітті сәби қалпында балалық шеңберінде қалдыруға бағытталған қуатты қару ғой. Ұлының адал қызмет етіп, дене бітіммен жетілуін, нағыз еркекке айналып, қиындықтан қорықпауын ойлап, хат жазатын шешелер сирек-ау. Иә, ағыны сезім иірімдері мен сөз лепестері алыстан да алапатты әсер етеді. Ал әлгі хаттарда үрей, мүсіркеу, уайым, мұң, көз жасы көп болады. Содан соң жас солдаттардың өзін-өзі ұстай алмай қашып кететініне, мүлдем түсініксіз қылмыстарға баратынына таңғалатындай жөніміз жоқ. Ата-анасының жас сарбазға қарым-қатынасын талдай келе бәрі түсінікті болады. Сондай-ақ әскердегі өлім жітімнің жоғарғы екендігіне қатысты да алабөтендей ой өрбітуге болар еді. Егер статистикалық өзгертулер жүргізіп, қаншама студент түрмеге, жындыханаға түскен, қаншасы есірткі мен ішімдікке үйірсіктеп, азғындық жолға түскен және көгала мас төбелеспен жол апатына көз жұмғанын есептесек, онда олардың саны әскер қатарында қызмет етуден зардап шеккендерден әлде қайда көп болып шығады. Тек бұл деректер жөнінде көп айта бермейді. Ал егер армияда бірдеңе бола қалса, бүкіл ақпарат құрылымдары әлгі деректі айдай әлемге жария етіп жар салады. Бұған қоса перзенттердің білім алу институтта оқуына және оны бітіріп шығу үшін ата-ананың қаншама қаражат, тәндік әрі рухани күш-жігерлерін жұмсайтынын есептесек, көз алдымызда естен тандырып, ақылдан адастыратындай картина тұра қалады.
Соған үңілсең, шеше атаулының балаларын қалайда әскерден құтқарып қалуға тырысып, арқасынан итеріп апарып жаппай институтқа тықпалайтынын көресің. Сөйте тұра олар ұрпағын тағдырдың талқысынан құтқарып қала ала ма? Шын мәнінде олар осы қылықтары бар арқылы балаларының тағдырын қиындата береді. Олар балаларының қастарынан бір елі ұзатпауға тырысады. Сол арқылы оларды әлдеқайда қиындықтан қорғап қалуға дәмеленеді. Ал шын мәнінде бірден көзге шалына бермейтін проблемаларды тек қана ұлғайта береді. Негізінде олар өз балаларының психикалық жағдайынан жаралып толық дүниеге келуіне көмектесулері керек сияқты. Сонда институтта білім алу да, әскер қатарында қызмет ету де еш қиындық туғызбайды. Балаларға алаңдап, үргедектенбеу үшін бір әмбебап нәрсені ата-аналар арасындағы махаббат кеңістігі пайдалану керек. Бұл шынында әмбебап құрал. Әрі бала қай жерде жүрсе де мүлткісіз әрекет етеді. Үлкенді кішілі соғыстар, кесапаттар мен терактілер кез келген төтенше оқиғалар кезінде адамдарды осы аман сақтап қалады. Сүйіспеншілікпен танысау, көркем әрі дарынды балалар туады. Бұл да олардың дер жағында психикалық жағынан толықтай жарылып, бақытты ғұмыр кешуіне себеп тигізеді. Бұл тақырыпқа тағы да көп мысал келтіруге болар еді. Бірақ мен осы жетеді деп ойлаймын. Егер зер сала қараса, әркім оларды төңірегінен, тіпті жақын жуығының арасынан көре алады. Ал ең бастысы, мен бұл кітаптың көп адамның психикалық жағынан қайта тууына көмектесетіне үміт артамын.